Барлықтарыңызға сәлем. Енді сіз вафельницаңыз болмаса да, үй жағдайында вафли дайындай аласыз. Менімен бірге болыңыз. Алдымен 2 жұмыртқаның ақ-уызын бөліп аламыз. Егер сізде жұмыртқа кіші болса, 3 жұмыртқаның ақ-уызын қоссаңыз болады. Ақ-уызға 200 грамм қантты салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. 3-4 минуттай араластырған соң, бізде сұйықтық осындай күйге енеді. Одан кейін ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнды 2 немесе 3 бөлікке қоса отырып, қосып, венчикпен тағы да араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған жылы сүтті қосып, тағы да барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып алып, оған өз қалауыңызға байланысты 2 қасықтан немесе 3 қасықтан құйып, жұқарақ етіп жайып, вафлимізді пісіріп бастаймыз. Барынша жұқарақ етіп жайсаңыздар, қытырлақ болып шығады. Вафлидің астыңғы бөлігі қызарды деген кезде келесі бетіне аударамыз. Келесі бетінде қызартып пісіріп аламыз. Вафлиді табадан алғаннан кейін бірден осындай конусқа орап тастаймыз. Өз қалауларыңызға байланысты орасаңыздар болады. Конус болмаса, қолдан дайындап алсаңыз да болады. Мінекей біздің қытырлақ вафлилеріміз дайын. Видео сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.